Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін картоптан лайс жасайтын боламын. Ең алдымен бізге картоп керек болады. Картопты жақсылап жуып алдым. Жуып алғаннан кейін менде осындай терка бар. Теркіден осындай алып өткізіп аламын. Егер де сіздерде осындай терка болмаған жағдайда пышақпен жұқалап кесіп алсаңыздар болады. Осындай жұқа болды. Енді мен осы картоптарымды жақсылап кептіріп аламын. Су болмау керек. Енді кезекте мен екінші картопты теркіден өткіземін. Барлығын осылай теркіден өткізіп алып, осындай етіп кептіріп аласыздар. Сіздерде салфетка болса, салфеткамен кептірсеңіздер де болады. Осылай жақсылап басып кептіріп аламыз. Кептірмесек біздің картоптар майда дұрыс піспеуі мүмкін, қытырлап шықпайды. Сондықтан жақсылап кептіріп алу керек. Енді кезекте менде осындай піре пісіретін құрал бар. Мен осыны жақсылап қыздырып аламын. Ең жоғарғы градуста. Сіздерде осындай болмаса, сіздер табада пісіруге болады. Осыны жақсылап қыздырып алғаннан кейін біз манаға өткізген картоптарымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Екі жағын аударамыз. Қасында қарап тұрып пісіресіздер. Болмаса біздің картопымыз тез қуырылып күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан қасында тұрып пісіресіздер. Міне менің картопым өте керемет болып шықты. Сап-сары болып. Енді кезекте майын осылай қатты алып, сосын қағаздың үстіне майын сорықтырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Сіздерден осындай алып жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ шығады. Құрметті менің алтын көрермендерім, менің видеомды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және видеома өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазыңыздар міндетті түрде. Мен барлық картопты осылай пісіріп аламын. Балаларыңызға осылай жасап берсеңіздер болады. Дүкеннің чипсінен, лайсынан ешқандай айырмашылық жоқ. Міне қуырылып жатыр. Міне қағазға кептіріп қойдым, майын сорықтырып. Енді кезекте біздің дайын болған чипсиларымызды үстіне паприка салып, жақсылап араластырып жей берсеңіздер болады. Біздің лайсымыз дайын болып қалды. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Сіздер паприканы өз қалауларыңыз бойынша салуға болады. Біздің осымен лайсымыз дайын болып қалды. Осылай балаларыңызға сіздер де жасап беріңіздер. Өте керемет болып шықты. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналымда оп-оңай, тез дайын болатын рецептілер көп. Енді кезекте осыны тәрелкеге салып, мен балаларыма беремін. Өте керемет және тез дайын болды. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.